Қайырлы күн, құрметті достар. Біз бүгін Ас-Салазар тіл үйрету орталығы Семізбай жауапкершілігі шектеулі серіктестікте шешендік шеберлік атты тренинг өткізіп жатырмыз. Менің есімім, аты жөнім Аймағамбетова Төлеу Көккөзқызы болады. Мен осы білім саласында, оның ішінде тіл үйрету саласында 44 жылдан бері еңбек етіп келемін. Соңғы жылдары мен қазақ тілін беру әдістемесін жасауменен айналысып жүрмін. Бұдан бұрын мен орыс тілін және неміс тілінен дәріс сабақ беріп келгем. Мінекей осы 15 жылдан 16 жылға аяқ басты. Сол орыс тілі мен неміс тілінің әдістемесіне сүйеніп, мен қазір қазақ тілінен біраз еңбек жасадым. Сол жасаған жаңағы әдістемен бойынша, сол жасаған бағдарламам бойынша көптеген мекемелерде жұмыс істеп, жақсы нәтижеге, абыройға жетіп жүрген жағдайымыз бар. Құрметті достар, біздің қазақта мынадай мақал бар: адам 8 қырлы, бір сырлы дейді. Мына суреттегі диаграммаға қарап отырсақ, шешендік шеберліктің де 8 қыры бар екен. Ең бірінші орында сөйлеушінің көпшілік алдына шығу техникасы. Одан кейін өзінің кескін келбеті, бейнесі. Келесі сатыда оның сөйлеу жігерлілігі, энергетикасы және қимыл әрекет жасағанда оның бойынан қандай хабар, қандай мета мәлімдеме даритыны, мінекей бұғанда біз үлкен мән беруіміз керек. Келесі 5-ші сатыда тұрған мәселе ол аудиториямен қарым-қатынас. Сөйлеуші 1 сағат, кейде 2, немесе осындай жаттығулар өткізгенде 3 сағат бойы сөйлеп береді. Міне сол кезде өзінің тыңдаушысын жалықтырып алмау үшін сөйлеуші аудиториямен дұрыс қарым-қатынаста болу керек. Оның да айла тәсілі, оның да түрлі амалдары бар. Сондай-ақ дауыс ерекшеліктеріне де үлкен мән берген жөн. Себебі дауысымыз неғұрлым ашық, неғұрлым нақты, неғұрлым анық шығатын болса, біздің де жеткізетін ақпаратымыз тыңдаушыларымызға иланымды болып жетіп жатады. Және жаңа айтып кеткендей, сөйлеуші 2-3 сағатқа дейін сөйлейді. Сонда мінекей аталып кеткен параметрлеріменен қоса үлкен мәнді біз мына әртістік шеберлікке беруіміз керек екен. Себебі дауыс ырғағын дұрыс қою, сөйлеп жатқан сөзінің мақамын, ырғағын дұрыс келтіріп сөйлеу, бұл да әрине келешектегі сөйлеушінің жеңісіне жетектейтін шара. Оның ішінде сөйлейтін сөздің мазмұндылығына да баса назар аударған жөн. Себебі біз айтатын сөзімізді алдын ала дайындап, және өзіміздің сөйлейтін сөзіміздің тақырыбын жан-жақты зерттеуіміз керек. Неғұрлым біз көп кітап қопарып, көп ақпарат жинап, неғұрлым сөйлейтін сөзімізді мазмұнды қылсақ, соғұрлым өзімізге де сөйлеу жеңілірек бола түседі. Себебі біз қандай да болмасын аудиториядан түскен тосын сұрақтарға әр кезде де жан-жақты ақпарат жинақтап, дайындығымыз тиянақты болса, біз де әр кезде дұрыс жауап беріп, тыңдарманның көңілінен шығуға дайын боламыз.